Банан қабығы бананның өзіндей болмаса да көп қажетке жарайтын пайдалы тұстары көп. Сол себепті банан қабығын қоқысқа тастауға асықпаңыз. Банан қабығының бет терісіне пайдасы. Банан қабығы бет терісі құрғақ, сепкілі бар және бетінде безеуі бар адамдарға өте пайдалы. Ол үшін күніне 2 рет бетті жақсылап жуып, банан қабығының ішкі жұмсақ бөлігімен сүртіп отырса, нәтижесі көп күттірмейді. Етті дәмді етеді. Етті қуырған кезде банан қабығын жақсылап жуып, етпен араластырып қуырыңыз. Етіңіз жұмсақ әрі дәмді, тіл үйірер тағам болып шығады. Тісті ағартушы құрал. Тісті ағарту үшін банан қабығының ішкі жағымен тісті ысқылап, сосын жуып тастаңыз. Тікенге қарсы құрал. Тікен кірген жерге банан қабығын таңып қойсаңыз, банан қабығының көмегімен үстіңгі жаққа қарай тікенді тез шығарады. Күйеге қарсы құрал. Киімнің жауы болып табылатын күйеден құтылғыңыз келсе, банан қабығын сол жерге қойып қойсаңыз жеткілікті. Өйткені банан қабығы күйені өзіне тартып алады. Тізе мен буындар ауруында емдеуші құрал. Ол үшін бананды жылы күйінде қабықтарын тізеңізге уқалап сүрту керек. Аяқтағы күстерді жұмсарту үшін банан қабығының ішкі жағынан 1 қасық мөлшерінде қырып алып, күстелген бөліктерге жағып, байлап қойыңыз. Бірнеше сағаттан соң ашып, жылы сумен жуып тастаңыз. Банан қабығымен жылтырамай тұрған аяқ киіміңізді алып сүртіңіз. Соңынан таза матамен сүртесіз. Құрамындағы калий және майдың арқасында аяқ киіміңіз жылтырап шыға келеді. Банан қабығының бөлме өсімдігіне пайдасы. Ыдысқа банан қабығын салып, үстіне су құйып, 1 тәулік бойы ұстау керек. Ертесіне сол суға тағы да аздап су араластырып, бөлме өсімдіктерін суарыңыз. Нәтижесін тез-ақ көресіз. Құрметті тыңдарман, сіз тастап жүрген банан қабығының осынша пайдасы бар екенін білдіңіз. Ал бананның өзінің пайдасы қаншалықты болуы мүмкін? Келесі видеомда сол жайлы айтамын. Көріңіз. Сіздермен болған денсаулық аманат арнасы. Назарларыңызға рахмет. Видеом сіздерге пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Дендеріңіз сау болсын.